Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Ана тілі пәнінен 89-шы сабақты өтеміз. Бүгін біз диктант жазатын боламыз. Оқушылар, алдымен суретке қарайық. Суретте нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Елікті көріп тұрмыз, Енді диктант жазбастан бұрын дескрипторлармен танысайық. Оқушылар диктантты жазған кезде мәтінді бұрмалаусыз жазуларын қажет. Әріптерді қосуға, әріптерді ауыстыруға, немесе әріптерді тастап кетуге болмайды. Әріптер мен дыбыстар ара қатынасын белгілей білулерің керек. Оқыған мәтін бойынша тыныс белгілерін дұрыс қоюымыз қажет. Жазу кезінде сауаттылықты сақтауларың керек. Сөздерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтай алуларың керек. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, мәтінді тыңдаңдар. Мәтіннің тақырыбы елік. Елік, сұлу аң. Орманда, тауда, жазықта тіршілік етеді. 100-ге жуық өсімдік түрімен қоректенеді. Лағын құралай дейді. Ол сүйкімді, әдемі болады. Жақсы. Енді оқушылар диктантты жазуды бастаймыз. Алдымен тақырыбын жазып аламыз. Тақырыбы елік. Жақсы. Олай болса, келесі мәтінді азат жолдан бастап жазамыз. Бастаймыз. Елік, сұлу аң. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем бастаймыз. Орманда, тауда, жазықта тіршілік етеді. Сөйлем аяқталды. Келесі жаңа сөйлемді бастаймыз. Жаңа сөйлемді әрқашанда бас әріппен бастаймыз. Жақсы, жарайсыңдар. 100-ге жуық өсімдік түрімен қоректенеді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлемді азат жолдан бастап жазамыз. Жақсы. Лағын құралай дейді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем бастаймыз. Ол сүйкімді, әдемі болады. Жақсы, сөйлем аяқталды. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.